Excel бағдарламасы жұмыс кітаптарын бірнеше түрлі форматта сақтауға мүмкіндік береді. Бұл дегеніміз, оны әрқашан Excel пішімінде сақтаудың қажеті жоқ. Сіз оны PDF түрінде немесе CSV үтірмен бөлінген мәндер файл ретінде сақтай аласыз, және олар сыртқы жүйелермен жұмыс істегенде өте пайдалы болуы мүмкін. Бұл бейнеде біз жиі қолданылатын файл пішімдерінің кейбірін қарастырамыз. Мен мына жаңа жұмыс парағын жасадым. Мен оның жаңа екенін білемін, себебі ол жоғарғы жағында книга 1 деп жазылған, яғни ол әлі сақталмаған. Енді сіз Excel жұмыс кітабын бірінші рет сақтаған кезде, файл сахна артындағы мәзірін ашып, сохранить как, басқаша сақтау әрекетіне өтуіңіз керек. Егер сіз оны ұмытып, жай ғана сохранить түймесін басып, немесе Ctrl+S пернелерін бассаңыз, Excel бәрібір сохранить как терезесіне сізді жібереді. Енді сізге бірінші кезекте оны қайда қою керектігін шешу керек. Өзіңізге керек қалтаны табу үшін обзор түймесін басу керек. Мен мұны жұмыс үстеліне сақтағым келеді. Сондықтан мен оны таңдаймын, және бұл файлды расходы деп атаймын. Енді файлға атау беретіннің астында сохранить формат, қандай форматта сақтағыңыз келеді деп тұрады. Мен ештеңені өзгертпей, оны Excel жұмыс кітабы ретінде сақтағым келеді. Мен енді сохранить түймесін басамын. Келесі жолы мен осы жұмыс кітабын сақтағым келсе, маған қайтадан сохранить как, басқаша сақтау жасаудың қажеті жоқ. Жай сохранить түймесін баса саламын. Сонда менің барлық өзгерістерім жаңартылады. Мен оны басқа форматта сақтағым келсе, мен сонда сохранить как әрекетін жасауым керек. Енді мен оны PDF түрінде сақтағым келеді. Енді процесті бастамас бұрын біз PDF түрінде сақтауға келгенде, ол басып шығаруға ұқсас болады. Өйткені Excel оны A4 бетіне орналастыруға тырысады. Егер мен разметка страницы режиміне келсем, деректеріміз бір бетке сәйкес келмейтінін көресіз. Соны бір бетке сыйдырайық. Ол үшін разметка страницы беттің орналасу параметрлеріне өтеміз. Алдымен ориентация, яғни бағдарымызды альбомнаяға өзгертеміз. Поля жиектерімізді узкий етемін. Енді масштаб тобында мен енін бір бет етіп орнатамын. Қазір енді өте жақсы орналасты. Мен қазір PDF түрінде сақтауға дайынмын. Сондықтан мен файл және сохранить как, басқаша сақтау түймесін басамын. Тағы да мен барғым келетін қалтаны көрсетуім керек. Енді оны расходы деп атаймын. Бірақ бұл жолы мен PDF-ке өзгерткім келеді. Сондықтан Excel жұмыс кітабының орнына мен ашылмалы түймешегін басып, және PDF деп таңдаймын. Сохранить түймесін басыңыз. Барлық Windows жүйелері файл сақталған соң PDF-ті автоматты түрде ашпайды. Сізде сондай болса, сақтаған жеріңізге барып файлды ашыңыз. Менде мұнда сақталған файлымыз PDF екенін көре аласыз. Енді мен мұны тікелей бастығыма жібере аламын. Мен мұны жабамын және тағы да бір нұсқаны қарастырамыз. Сонымен біздің сату файлымызға келіп, бізден оны басқа жүйеге жүктеу сұралды. Сол үшін оны алдымен CSV форматына түрлендіру керек. CSV тек үтірмен бөлінген мәндерді білдіреді. Бұл қарапайым мәтіндік файлдың бір түрі, яғни кез келген жүйе оны түсіне алады. Яғни мұндай бағандарға ұйымдастырудың орнына әр мәнді алып, олардың арасына үтір қойылады. CSV ретінде сақтау үшін алдыңғы процесті қайталаймыз. Тек пішімдеу туралы алаңдаудың қажеті жоқ, өйткені CSV бәрібір пішімдеуді сақтамайды. Сонымен біз файлға келеміз, сохранить как түймесін басыңыз. Тағы да біз керек қалтаны таңдаймыз. Біз оны продажа деп атап, бірақ түрін CSV түріне өзгертеміз. Енді біз сақтау түймесін басамыз. Және ол тек бір парақты сақтай алатынын ескертеді. Сондықтан мен мұны жасамас бұрын дұрыс парақта екеніме көз жеткіземін. Енді ОК түймесін басамын. CSV графиканы немесе пішімдеуді қолдай алмайтынын ұмытпаңыз. Олар сіздің нақты мәтініңізді және сандық мәндеріңізді ғана сақтайды. Бұл деректер енді CSV ретінде сақталды. Excel бағдарламасында CSV-ді ашқанда, ол оны бағандарда жақсы көрсетеді. Бірақ есте сақтаңыз, бұл тек мәтіндік файл. Осылайша сіз Excel жұмыс кітаптарын басқа форматтарға сақтауыңызға болады.